Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабағын ашламамызды бастамай тұрып, бірінші сәлемдесіп алайық, иә? Жақсы көңіл күймен. Assalamualaikum, hola hola, merhaba bonjour, selamat jumpa, assalamualaikum, hello hello, buenos días, konnichiwa. Бірінші алдымен топқа бөліп аламыз. Мына жерде топқа бөліп бірінші асықтарды, бірінші, екінші, үшінші қатар асықтарды бассақ, топтың аты шығады, топтың саны шығады. Сол бойынша топқа бөлінетін боламыз. Қане, тездеп басып жібереміз ішіне. Келіңдер. Келіңдер. Бірден-бір. Екінші топ. Балалар бірінші топ қашты заттар тобы, екінші мөлді заттар тобы, үшінші сұйылды заттар тобы жұмыс жасайтын боламыз. Енді балаларға сабағымызды бірінші үй тапсырмасынан бастайтын боламыз. Балалар, біз өткен бөлім бойынша қазір қайталайтын боламыз. Ол әдісі арқылы. Қазір мынада кімнің аты шығады, сол бала берген сұраққа жауап беруі тиіс. Бірінші аяғын таңдайық. Сезім мүшелері неге жатады? Сезім мүшелері бүйрек, құлақ және несеп аға жатады. Тамаша. Келесі інжу, серпекбак. Жүйке жүйесін бірінші сұрақ қойыңыз. Мүшелері қайда орналасқан? Ми баста орналасқан, Бас сүйегінде, бас сүйегінде орналасқан, жұлын омыртқада, ал жүйкелер барлық денеде орналасқан. Тамаша. Келесі. Саян бүгін сабаққа келмеді. Қане, біріншілер. Қуық зәр шығару мүшесінде жатады. Бұл қандай болады? Ол неме қанды шығарады. Жоқ. Қане, бек жағын сен жауап беріп? Ол мұз және бұлшық еттерден тұрады. Ол қандай қызмет атқарады? Ол Қуықта не істеуші? қуықта Зәр шығарады. жиналады. Зәр жиналады. Зәр жиналады, иә? Тамаша. Келесі. Нұрша. Иә? Жүйке мүшелеріне жүйке жүйелері және жұлын. Ми, жолы және жүйке жатады. Тамаша. Крислан. Зәр шығару. Зәр шығару мүшелеріне не жатады? Зәр шығару мүшелеріне бүйрек, несепаға және қуық жатады. Тамаша. Келесі. Жүйке жүйесінің қызметі неdir? Иә. Жүйке жүйесі адамға қалыпты заттарды миға бірсекетті ішіне береді. Денеміздегі барлық мүшелерді қайтеді? Реттеп, жұмыс істеуін реттеп отырады екен, иә? Жақсы. Көру, есту, сезу, дәм сезу, сипап сезу, иістеу, иіссезу, иә? Жақсы. Тамаша. Бүгінгі біздің бағалау парағымыз жүйке жүйесіне байланысты алдық. Әрбір жаңа тапсырма сайын балымызды осы арқылы белгілеп отырамыз. Иә? 1, 2, 3, 4, 5, 10-ға дейінгі балды шкала арқылы белгілеп отыратын боламыз. Түсінікті ме? Балалар бәрімізді алдында жатыр, иә? Балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз тақырыбы заттардың қасиеті. Сабағымыздың мақсаты осы заттардың қасиетін анықтап отырып, олардың жаңағы бір заттан бірнеше затты жасауға болатынын білетін боламыз.
Қазір алдымен жаңа сабақ туралы мағлұматтар видеоға назар аударайық. Ең алдымен еске түсірейік. Дене мен зат. Дене олар түрлі болуы мүмкін. Мысалы, әйнектен жасалады, пластмассадан жасалады, немесе ағаштан. Яғни дене заттан жасалатынын сен бұл сабаққа дейін білесің. Бір затты бірнеше дене жасауға пайдаланады. Мысалы, кіл, ыдыс, орындық. Бір денені әртүрлі заттан жасауға да болады. Мысалы, қолбақтарды әртүрлі материалдарды қолдану арқылы жасалған. Мына екі суретке назар аудар. Әртүрлі затты бір-бірінен қасиетіне қарай ажыратып алуға болады. Заттың қасиеті дегеніміз бір заттың өзіне тән емес, басқа затқа ұқсайтын белгісі. Мысалы, мына жерде көрсетілген мағынадан көмірді бір-бірінен қасиетіне қарап отырып ажыратып аласың. Заттың бір немесе бірнеше қасиеті болады. Мысалы, әйнек стақан, мұрт сынғыш, мөлдір, қатты болады. Ал темір кіл қатты және магнитке тартылады. Сонымен заттың қасиеті бірнешеге бөлінеді. Иісі, түсі және күйі болып бөлінеді. Күйінің өзі газ тәрізді күйі, сұйық және қатты күйі болатынын сен білесің. Сонымен қатар заттың қасиетін суда еру арқылы, тығыздығы, балқуы мен қайнауы, жылуы, тоқ өткізу арқылы ажырата аламыз. Жақсы болады. Түсінді ме барлығыңызға? Жақсы. Жаңа сабақ бойынша бірінші тапсырма бақылау және эксперимент әдісі арқылы жүргіземіз. Сендерге қазір алдарыңа заттар беріледі. Бірінші топ, екінші, үшінші топқа. Сол берілген заттар бойынша бақылау жүргізетін боламыз. Сендер алдарында жаңағы кесте жатып, сол кестеге сүресіндер сол заттың және қасиеттерін жазып, әркім өздері жазып отырады. Түсінікті? Қазір бірінші топ сендерде қант пен тұз, иә? Қант пен тұз, иә. Екінші топ май мен стақан. Үшінші топқа шеген мен балға беремін. Енді қазір осы заттардың қасиетін анықтап, яғни бағанағы бұл жаңа сабақ бойынша мыналарға жеке-жеке жазып шығамыз. Әркім өздері жазады. Мына жерде берген алдында кесте жатып, соны алдыға бағып. Қане балалар, енді осы заттардың қасиеттерін анықтап кестеге түсіріп жаза қояйық. Әлі сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Тәжірибе жасаймыз. Қант суға салғанда еріді ме екен? Жоқ. Неге ерімейді? Қане байқап көріңдер. Күнделікті өздерің шайға қант салған кезде ериді ме ол? Ериді. Ендеше оның қандай қасиеті бар екен? Суда Ергіш қасиеті бар деген сияқты жазамыз. Қане екінші топ болса қолын шапатымыз. Қай топ болса сол топ қолын шапатқа белгі береміз. Екінші топ болды. Қалған топ. Қане кезек. Biraz pişmiş. Biraz da çok hoşmuş. Ya. Жұмысымыз аяқтап болдық па? Қай топ болды? Белгі береміз, қане. Үшінші топ болды, бірінші топ. Енді екінші топ қане қандай тұжырым жасады екен? Тыңдап көрейік. Қане кім айтып береді? Міне файлның түсі жоқ, және де стаканның түсі жоқ. Міне олардан және де істері де жоқ. Стаканның да файлында. Олардың күйі
Foil жеңіл, ал стакан сынғыш. Ауыр, иә. Басқа қасиеттері міне жұмсақ қатты. Жұмсақ? Қатты. Жарайды, жақсы. Келесі. Үшінші топында көрейік. Сендерге не берді? Шегін бар. Шеге мен бала. Иә. Шегін сыр. Иә. Ал балғаны Иә, қара деген. шеген иісі жоқ, және балғаның Иісі жоқ. шегенің суы қатты, балға да қатты болады. Иә. Басқа қасиеттері шеге базылықке жабысады, ал балға ол өртсіз. А шеге қандай қасиеті бар басқа? Майсу. Майса, иә, оған кезде ол майс қалады. Жақсы. Келесі енді бірінші топынан көрейік. Қане? Қантқа су салса, су өзгермейді. Аха. Және бірақ қант ериді. Ал тұз, тұздың түсі өзгерді. Тұзға су салса өзгереді түсі. Бірақ ермейді. Қайсы ермейді, тұз ермейді. Тұз ермейді. Неге ермейді? Тамаққа күнде тұз ұстағанда тұз ермей ма? Тұздың дәмі келмей ма? Тұз ұстағанда? Тамақтың дәмі келеді. Ендеше бұның қандай қасиеті бар? Ерігішті қасиеті бар, иә? Иә. Түстері қандай болады екен? Түстері де ақ болады, иә? Екеуі түсі де ақ болады. Жақсы. Бірақ тұзға кішкене өзгереді. Иә. Сонымен екеуінде қандай қасиеті бар екен? Суға ергішті қасиеті бар екен, иә? Тамаша. Өте жақсы. Қане тапсырмамызды өте орындадық. Ендеше осы тапсырма бойынша 3 балл сендерге беріледі. Бағалы параққа белгілеп қоямыз. Балалар, келесі тапсырмамыз дұрыс ойын арқылы өтетін болады. Бұнда заттардың қасиеттері жаңағы дұрыс не бұрыс екенін анықтап жазатын боламыз. Бұл жеке жұмыс болады. Бірнеше заттар берілген, олардың қасиеттерін анықтап жазамыз. Жарайды, қолымыз көтереміз де отырамыз, иә? Жақсы. Кім болды, қолымыз көтереміз, отырамыз. Басқамыз аяқтағанша қосамыз. Осыны қолымыз көтереміз де тыныш отырамыз. Екінші топта. Бірінші топта болды, иә, барлығымыз. Екінші топта болды, үшінші топта. Қане, жақсы, аяқталды, иә? Ерт болдық па? Ендеше енді осы тапсырма бойынша қана дұрыс-бұрыстығын қана анықтаймыз. Бірінші тапсырмада. Бірінші сүт аққыш дейді. Аққыш па? Иә, дұрыс. Сым ергіш. Дұрыс. Сым ергіш дейді. Дұрыс. Келесін. Қане, Абылай оқыш. Өсімдік майы Жұмсақ дейді. Дұрыс. Дұрыс па? Жоқ. Қандай өсімдік майы? Қатты. Қатты бола ма? Жоқ. Сұйық болады, сұйық болады. Неше дұрыс емес. Саз келесі? Қатты. Дұрыс. Топырақ. Жоқ. Дұрыс емес. Шырын сұйық. Дұрыс. Темір мөлдір. Тұз сұйық. Дұрыс емес. Топырақ борпылдақ. Дұрыс. Мұнай қатты. Дұрыс емес. Тамаша. Қане, сіздер қанша барлығын дұрыс жауап қойса, онда бұған беріледі 2 балл беріледі. Алла шашаған боламыз, серік балайық, иә? Оқудан тұрып.
Hadi biz kantalabra oyunu arqali to'qnayib bo'lamiz. Ana o'yinimizni boshlaymiz. Yaxshi. Qani. Keling. Bekjan. Altmış şartını çok iyi. Bu zat kez kelgen tiri ağzının kuramına kiredi. Adam denesinin üçgen iki bölümü осы zattан тұрады. Su deydi. Hadi koyayım. Tamamlaşla. Kelesi lütfen. Бұл заттас күнінде жер астында кездеседі. Сондай-ақ теңіз бен мұхит суларына ерінген түрде бар. Оны әр үйде, ас үйден табасыз. Тұз. Tuz deydi. Tamamlaşla. Tuz. Kelesi yerek. Бұл зат жер астында тас түрінде, сондай-ақ теңіз және мұхит суларына ерінген түрінде кездеседі. Табиғатта өсімдіктердің құрамында бар. Kant deydi. Tamamlaşla. Koyayım. Kelesi ayağı olun. Түрінде берілгендердің ішінде шегенің қасиеті жататыны Katlı. Koyayım. Öncü. Қазіргі кезде пластикте өте көп зат өндірілуде себебі ол жеңіл және мықты. Aha. Koyayım. Kelesi. Ablay. Жүлделердің ішінде мақсатыңыз мөлдір затты анықта. Şana. Aha. Kelesi. Al. Amcan. Жүлделердің ішінен сүйі мөлдір затты анықтасын. Su deydi. Alған бағаларını бағалау пара арқылы белгілеп қойып, енді сол бойынша қана әркім өзінің балын айтып берсе, қане Бекжан сенде қанша бал болды? Менде 9 бал. Жүрсірам. 9. Әлімжан тезіп 10 бал дейді. 9. Нұршақ 10. Енжу 10. Қанжары тез 10. 9. Енжу 10 дейді. 9. Aha. Aynen. 10 deydi. Жақсы балалар. Өте тамаша. Сабақты ендеше 9-10 бал алған кезде сабақты түсінді деп ойлаймыз, иә? Барлық сабақ түсіндісі. Қазір сабаққа біз кері байланыстырымызды біліп, қоржын арқылы кері байланыстыратын боламыз. Егер сабақты өте жақсы түсіндім десек, жақсы қоржынды басатын боламыз. Егер сабақта сендерге түсініксіз болса, сұрақтар болса, сары қоржынды басамыз. Енді әлі де ешқандай түсінбеген болса да, сабақтар сендер қызықсыз түсініксіз болса, онда қызыл қоржынды басатын боламыз. Түсінікті? Қане, кезек-кезек келіп, мына қоржынның үстіне басып көрейік. Келіп,
деген жерлер бар екен. Жақсы балалар. Ендеше үйге тапсырма, оқулықтағы 54-55 бетті оқып, келесі сабаққа мазмұнға келеміз. Одан кейін өздері кез келген бір заттардың қасиеттерін анықтап беруге тапсырмай береді. Түсінікті ме? Үйге тапсырма? Жақсы балалар. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.